Саламатсыздар ма, құрметті Қазақмет көрермендері. Пайдалы айдаршамыз өзінің жалғасын табуда. Бүгінгі тақырыбымыз алманың адам ағзасына пайдасы. Сіздермен бірге мен, Қасен Айдана. Біздің каналға тіркелуді, лайк басуды және де өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Алманың адам ағзасына пайдасы. Жеміс-жидектің, оның ішінде алманың денсаулыққа пайдасы мол. Алманың құрамында А, С, В1, В2, Е дәрумендері бар. А дәрумені ағзаның өсуіне, дамуына әсер етіп, түрлі ауруларға қарсы тұруға көмектеседі. С дәрумені ағзаның жұқпалы ауруларға қарсы тұра алу қабілетін арттырады, сүйекке және тіске беріктік қасиет береді. В1 дәрумені организмде дұрыс зат алмасу үшін аса қажет. В2 дәрумені басқа да дәрумендер сияқты организмнің бір қалыпты өсуіне қажет. Жарақаттардың тез жазылуына мүмкіндік береді, көздің жақсы көру қабілетін арттырады. Е дәрумені бұлшық еттердің қызметін жақсартады. Сондай-ақ алмада марганец, калий, кальций, фосфор, натрий, мырыш бар. Бұлар ағзаға жеткілікті мөлшерде болса, адам жиі ауырмайды, ойлау қабілетті жақсы дамытады. Осымен пайдалы айдаршамыз аяқталды. Сіздердің игіліктеріңізге жараса біз өте қуаныштымыз. Біздің каналға тіркеліп, лайк басып және де өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Көріскенше сау болыңыздар.